Бір жаман аурумен ауырған кісінің басынан өткен оқиғаны айтқымыз келіп отыр. Үлкен бөлмедегі терезесі алдында өсіп тұрған гүлдер мен өлім иісі аңқиды. Гүлдерге қарап, зираттың басына қойылатын гүл шоқтарын еріксіз есіне алды. Өлім салқын желі терезе әйнегінен соғып маза бермей қойды. Жүзінен құлазыған көңілдің сыртқа тепкен белгілері байқалады. Өңі қашып, қабағын түйді, өмірден түңілгендей күй кешті. Иман жүзді дәрігеріне қарап терең ойға батты. Дәрігердің діннен хабар екенін жақсы біледі. Яғни діннен хабарлар дәрігер екен. Демін бір тартып алып, оттегі маскасын сәл ғана көтеріп, дәрігер мырза, мен өлер алдында не айтуым керек деп сұрады. Маскасын қайта салып. Көзіне жас іркілген дәрігер, сенің жағдайың басқа ғой. Кәлиманы толығымен айту сен үшін қиын болар. Дәл сол сәтте Алла деп айтсаң болды дейді. Онколог Халық Нұрбақи діндар дәрігер болатын. Өзінен ем сұрап жүрген науқастарды емдеп қана қоймай, олардың көңіл күйін бағып, рухани қолдау көрсететін. Анадолының әрбір өңірін аралап, түрлі жиындарда сөз сөйлеп, рухани дағдарыс кешіп жүрген жастарға қол ұшын беріп, шамасы келгенше демеп отыратын. Реті келгенде жастарға кеңес беріп, салихалы сұхбаттар жүргізетін. Жастар атақты дәрігердің сыр сұхбатына ағылып келіп, бар назарларын салып иіп тыңдайтын. Шамасы келгенше көкірегінде иманы бар адамның үмітпен өмір сүретіндігін және әртүрлі ауруларға төзе білетіндігін айтып жеткізетін. Ісік ауруын емдейтін емхананың бас дәрігері болып қызмет етіп жүргенінде омырау ауруының себебінен белгісіз келген, яғни бойжеткен Серап өзіне келіп жолықты. Кәсіпкерлікпен айналысып жүрген Сераптың омырауы қатерлі ісік ауруына шалдыққаны анықталады. Бас дәрігер халық рухани қолдау көрсетіп, кез келген уақытта қабылдап емдейтіндігін айтады. Дертті берген Алла дауаны да береді. Сераптың денсаулығы азғантай уақытта түзелді. Алайда Серап қатерлі ісік ауруына шалдыққан өзге науқастар іспетті алғашқы 5 жылдың ішінде өзіне жақсы қарап, өз-өзін күту керек болатын. 4 жыл бойы оңалтып, ем-домын алып жүрді. Денсаулығын түзеліп болғанын байқады. Ешқандай бір ауруға шағымданбады. Измирде тендерге қатысу үшін дәрігерден рұқсат сұрап, қыс ауғанда дәрігері ұшақпен ғана барып келуге рұқсат береді. Қар жауып тұрды. Серап ұшаққа билет таба алмай автобуспен баруды ұйғарады. Мінген автобусы кенеттен жолда апатқа ұшырап, жолаушылар басқа көлік келгенше 6 сағат бойы күтіп қалады. Жол апатында әбден тоңып қалған Сераптың ауру асқынады. Қатерлі ісік ауруы сүйекке және өкпеге жетті. Сүйек метастаз ауруынан жүре алмай қалды. Өкпесі зақымдалып, осылайша оттегі маскасын киюге мәжбүр болды. Сөйлейін десе маскасын дем тартып қана әрең сөйлейді. Дәрігер халық жиі-жиі үйіне барып науқас Сераптың жағдайын біліп тұратын. Өмірдің көктеміне көз ашып жұмғанша келіп кетіп бара жатқан текті әйел өмірінен соңғы күндерінің бір күндеріне әрең сөйледі. Халық мырза, мен сізге өкпеледім дейді. Не себепті? Сіз діндар адам екенсіз. Неге маған Алла туралы, өлім туралы, ақырет туралы айтпайсыз? Сераптың діни сауаты төмен екендігін білген халық мұндай ұсынысын болатындығын күтпеді. Өкпелетіп алғысы келмеді. Сен сияқты мүмкіндігі бар адамдар дәрігерлерге жолығып, емін алып жүре алады. Алайда рухани ем шипаға қол жеткізу үшін іштей қалауы болу керек. Сөйлеуге шамасы келмегендіктен мен қалап отырмын дегендей басын изеді. Емнен үміт күткен Серап мәңгіліктің мәңгі бақытты жолы иман дәрістерін тыңдап, шынайы үміттің қайнар бастауына бет бұра бастады. Соңғы күндердің ішінде көптеген имани дүниелерді білгісі келген. Бұл Серап үшін жылдамдықтылған сабақтар жүрді. Жаралғаннан жанымен дәрігердің әңгімелерін беріле тыңдады.
Сол бір сырлы күндердің бірінде Халық мырза мен өлердің алдында не айтуым керек деп сұрады. Сонда сенің жағдайың басқа ғой. Кәлиманы толығымен айту сен үшін қиын болар. Дәл сол сәтте Алла деп айтсам болды дейді. Серап күлімдеп жарайды дегендей басын изейді. Бұдан бәрін дәрігер түнімен азаптанып ұйықтай алмай жатқан Серапты жаңағыдай дәрі салып ұйықтатып қояды. Шетелге сапармен кеткен Халuk бірнеше күн бойы Сераптың үйіне бара алмады. Қайтып келген бойда Сераптың үйіне бет алады. Науқастың жағдайын көргенде өте нашар халде екенін біледі. Серап морфинді бірнеше күн бойы салдыртыпты. Дәрігер себебін сұрағанда Сераптың жауабын таң қалды. Морфиннің әсерінен ұйықтап қалып өліп кетсем не болады? Соңғы демде Алла дей алмас едім. Серап дәрігерінен бір күн бойы ұйықтатпайтын дәрі салуды өтінді. Оның қандай ойда екенін ешкім білмейді. Дәрігер үміттің қос қанатымен қалықтаған Сераптың өтінішін орындайды. Ертесіне дәрігермен қоштасардай әңгімелесіп соңғы сұрағын қойды. Халық мырза, жаңағы Шәзірейіл маған қалай көрінеді дейді. Сонда қызыма ол періште емес пе? Алаңдама, саған сымбатты ханзадайдай боп көрінеді дейді. Дәрігер 1-2 күннен кейін Сераптың азаптанып жатқанын естіп үйіне қарай асығады. Алайда кешіккен екен. Серап періштелер басқа бір әлемде жуып шомылдырып ақ кебінге орап жіберген сұлулықтың пернесінде еді. Ешкімнің сөйлеуге шамасы жоқ. Әке-шешесі борадай егіліп жылап отыр. Сол үйдің қызметшісі қарт әжей, Халық мырза, білесіз бе, бұл үйде таңғажайып нәрсе болды. Серап 1 сағат бұрын оттегі маскасын шешіп, төсектен сау адамдай тұрып дәретін алып 2 рекат намаз оқыды. Бәріміз аң-таң болдық. Сосын кәлиманы айтып төсегіне қайта жатты. Содан кейін Халық мырзаға сәлем айтыңдар. Әзірейіл періште оның айтқанынан да сымбатты екен деп көз жұма берді дейді.